көрдіңіз бе? Жемқорлықпен осы күнге дейін кездесіп көрген жоқпын, бірақ кездесе қалған жағдайда 14-24 телефон қоңырауына шалып айтар едім, хабарлар едім. Қазақстандағы жемқорлыққа қарсы саясат байқала ма, соны сезінесіз бе өз тарапыңыздан? Әрине байқалады. Қазір экранды, телевизорды қосып қалсаңыз, экранда көрсететін осы жаңалықтардың көбі Қазақстанда, айтар едім, осы жемқорлықпен байланысты деп. Ұсталып жатқаны бар, жазаланып жатқаны бар, жазаланбай жүргендер қаншама. Сіз өзіңіздің сұрақтарыңыздың шешімін табу үшін пара беріп көрдіңіз бе? Әрине жоқ. Бермеймін де, беруге талпынбаймын да, ондай әрекетке бармаймын деп ойлаймын. Жемқорлықты жою үшін не істер едіңіз, қандай мүмкіндіктерді қолданар едіңіз? Ол жемқорлықтың енді ұстау әдіс тәсілдері көп қазіргі жағдайда. Видеокамера бар, диктофон деген жақсы нәрселер бар. Сондай жағдайға тап болып қалған жағдайда, немесе соны байқап қалған жағдайдан, сондай құрылғылардың көмегімен хабарлауға тырысуға әбден болады.